Бұл бөлімде рюкзактың артқы бөлімін тігетін боламыз. Ең алдымен осы замокты қондырудан бастаймыз. Яғни астарлық бөлікке осы замокты қондырып шығатын боламыз. Арнайы замок тігетін лапкамызды осы замоктың тігілетін барлық жерінде сол лапкамен пайдаланып тігеміз. Сол кезде өте аккуратны болып шығады. Дәл алдыңғы бөліктегі замокты тіккендей 0,5 сантиметрмен тігіп шығамыз. Екінші жағында дәл солай тігіп шығамыз, бірдей етіп. Астарлық бөлікке замогымызды тігіп алғаннан кейін, енді негізгі материалдың өзін тігіп шығамыз. Яғни негізгі материалдың жоғарғы жағын, төменгі жағын қойып, қалай тұратынын көріп аламыз. Және мынау екі жағында, замоктың екі жағына тігілетін деталі. Ең алдымен осы екі жағына тігілетін деталін тігіп аламыз. Оның қай жерден тігілетіні нақты сіздерде бар. 20 сантиметрлік замоктың ровно замок басталып бітетін жерінен тігіледі. Екінші жағында дәл осылай тігіп аламыз. Закрепка беріп барып тігеміз барлық тігістерді. Мына жерде мен тігіп тастадым. Бұл жер негізі тігілмеу керек, себебі бұл жерге қазір негізгі мата тігіледі. Астыңғы жағы әдемі болып көріну үшін осы жер тігілмеу керек. Міне ашқан кезде осылай болып тұрады. Енді артқы бөліктің жоғарғы жағын тігеміз. Екі жағына бірдей етіп өлшеп алып 0,5 сантиметрден тігіп шығамыз. Замогымызға мұқият қадағалаймыз. Міне жоғарғы жағын тігіп алдық уже. Енді төменгі жағын тігеміз. Қалтамызды жоғары қарай қайырып барып тігеміз, немесе қалтамыз қосылып тігіліп кетеді. Сонда ашылмай қалады. Сол себепті жоғары қарай қайырып барып тігеміз. Міне сол үшін жаңаде айтып жатқан детальді тіккен кездегі 0,5 сантиметр тігіс ашық қалу керек деп жатқаным осы үшін. — 0,5 сантиметрден тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін қалтамызды бір тексеріп аламыз, қалай шыққанын көріп аламыз. Алдыменен дұрыс шыққандығына көз жеткізгеннен кейін замоктың айналасын толығымен 0,2 сантиметрден тігіп шығамыз. Ең алдымен осы төменгі жағын тігіп шығамыз. Ол үшін қалтаны қайтадан жоғарғы жаққа қайтарып, тек қана астыңғы бөліктің өзін 0,2 сантиметрмен тігіп шығамыз. Екі жиегіне закрепка береміз, себебі келесі келген кезде ол жерге айналып тоқтамас үшін. Эко-кожаны тіккен кезде осылай жүрмей қалады. Сол себепті крем жағып отырамыз. Кейбір кездерде менде бастап жатқан кезде ұмытып кетем. Сол кезде лапканың астына да жағамын міндетті түрде. Закрепка беріп, енді қараңыздар. Сәндік тігіс түсірген кезде қалай көрінеді, сәндік тігіс түсірмегенде қалай көрінеді. Бәрібір сумка болғандықтан сәндік тігісімен әдемі көрінеді. Енді қалған үш жағын айналдыра 0,2 сантиметрмен тігіп шығамыз. Қалтаны қайта орнына жіберіп барып.
астыңғы жағын тексеріп қарап аламыз. Өйткені қалта қайырылып қалып кетуі мүмкін. Ал тігісті жоғарғы жаққа қолмен қайырып отырамыз. Себебі бізде сумкамыздың замогы әдемі көріну үшін міндетті түрде тігіс екі жаққа қайырылуы қажет. Әрбір тігіп жатқан кезде міндетті түрде осы астыңғы жағын ашып қарап алыңыздар бірінші. Міне уже қалтамыздың артқы замогы толығымен дайын болды деуге болады. Енді артық шығып тұрған екі детальды кесіп тастай беруімізге болады тігіп болғаннан кейін. Міне жақсылап қарап алыңыздар. Енді қалтаның екі жағын тігіп шығамыз. Дәл тігісіміз қай жерге түсті? Жоғарғы жақта сол аралықтан түзу тігіспен тігіп шығамыз. Екінші жағында көріп алып, сол тігіспен тігіп шығамыз. Міне астында осылай қалып кетіп жатады. Мұндай жағдайлар тек сіздерде емес, менде де болып тұрады. Міне сөгіп тастап, қайтадан тігіп аламын. Әрбір детальдің әдемі шығу үшін сөгіп қайта тігуден ешқандай қорықпаңыздар. Себебі тігістің сапасы маңызды. Міне жоғарғы жақта менде уже жіп көтеріліп қалды, соны қайтадан алып тастап, енді қайта бастырып тігемін. Осындай майда детальдарды қайталап жасауға ешқашан ерінбеңіздер. Сонда ғана сіздің жұмыстарыңыз өте әдемі болып көрінеді. Және өзіңізге де ұнайтын болады. Ал егерде майда кеткен қателерге көңіл бөлмейтін болсаңыз, өзіңіздің бірінші көңіліңізден шықпайды да, екінші ол сізден алып жатқан клиенттің де көңілінен шықпайтын болады. Міне уже біздің артқы бөлігіміз дайын. Міне алдыңғы бөлігіміз. Өлшеп екі детальдің бірдей екендігіне көз жеткізіп аламыз. Осы кезде астыңғы бөлікте замоктың көлемінің әртүрлігіне байланысты кейде артық болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Екінші, уже астарлық бөлікті бір-біріне қосып біріктіреміз. Немесе алдыңғы бөлікпен бірдей етіп пішіп алсаңыз да болады, яғни тұтасымен. Енді осы астарменен артқы бөліктің өзін бір-біріне қойып көреміз. Бірдей ма, деталіміз жоқ әлде екі түрлі ма? Не тексеріп бірдейлігіне көз жеткізіп аламыз. Ендігі кезекте бауларды істейміз. Мына көріп тұрғандарыңыз қолмен ұстайтын бауы. Инемен екі жағын міндетті түрде қыстырып аламыз, себебі эко-кожаның өзін бірден майыстырып тіге салу мүмкін емес. Үстіңгі бөлікке де, астыңғы бөлікке де крем жағуды ұмытпаңыздар. Бірдей тегістеп 0,5 см ішке қайырып алғаннан кейін толығымен осылай 0,2 см-ден тігіп шығамыз. Егер қаласаңыздар, тек бір жағына тіксеңіздер болады тігісті, бірақ екі жағына да тіккен әдемі көрінеді. Сол себепті екінші жағына да сәндік үшін 0,2 см-ден жүріп тігіспен тігіп шығамыз. Дәл осы бауды тіккенде енді иыққа асатын бауды да тігіп шығамыз. Бірінші инемен қыстырып аламыз екі жағын. Бір-біріне бірдей етіп, беттестіріп, соңына дейін осылай тігіп шығамыз. Жақсылап қолдарыңызды бір үйретіп алсаңыздар, ешқандай да қиындығы жоқ.
Енді екінші жағын тігіп шығамыз. Екінші бауды да дәл осы жолменен тігіп шығасыздар. Ендігі кезекте астыңғы жағына бау пайдалансаңыздар болады лентаны. Мен бұл жерде мата пайдаландым. Плашқа арналған материалды пайдаландым, себебі менде сондай материал қалып кеткен болатын үйде остатка ретінде. Сол материалдан дәл осы тіккенімдей екі жағында тігіп, лентаның размерімен бірдей етіп тігіп шықтым. Міне екі жағында тігіп алдым. Ендігі кезекте артқы жақтағы, міне осы белгіленіп қойған белгіміз бар ғой, төменгі жақтағы бауды жасаймыз. Ол үшін осы үшбұрыш деталімізді алып, белгі тұрған жерден екіге бүктейміз. Ашық тұрған жақтан бастап тігеміз. Бастапқы жағына закрепка беріп болғаннан кейін екінші жағын 2 сантиметрдей ішке кіргізіп жібереміз лентамызды. Себебі мықтылық үшін, сетінемес үшін бізге міне осылай 2 сантиметр кіргізіп жіберіп тігіп шығамыз. Қайта-қайта 2 рет немесе 3 рет жүріп тігіп шығыңыз. Сол кезде лентаңызды мықты ұстайтын болады. Екіншісінде дәл солай етіп тігіп шығамыз. Алдымен закрепка береміз. Закрепка бергеннен кейін енді лентамызды кіргіземіз. Бірінші лентада қанша кіргіздік, екіншісінде дәл сондай етіп кіргізіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз. 2 рет немесе 3 рет қайта-қайта тігіп шығамыз. Бауымыз сонда мықты болып шығады. Енді осы үшбұрышты лентамызды тігіп бастаймыз. Сіздерде белгіленген белгі бар ғой. Сол белгіге төменгі жағын сәйкес келтіріп, төменгі жақтан бастап жоғары қарай тігеміз. Қарап байқап отырсаңыздар, барлық тігіс лапканың бойымен ғана жүріп отыр, яғни 0,5 сантиметрден тігіліп жатыр. Мына белгіге тура қойдық. Екі жағын тексереміз, бірдей ма, бірдей емес па. Бірдейлігіне көз жеткізіп алып барып тігеміз. Енді жоғарғы бөліктегі ортаны сыртқы жақтан да белгілейміз. Егер сызық түспей жатқан жағдайда қайшымен қырқсаңыздар да болады. Дәл сол белгінің екі жағына 2-2 сантиметрден қалдырып, ұстайтын бауды орналастырамыз инемен қыстырып. Егер де бұл ұнамай жатса, арасын жақындатсаңыз да болады. 1,5 сантиметрден 1 сантиметрден етіп қойсаңыз да болады. Дәл сол баудың жанынан иыққа асатын бауды беттестіріп, яғни тікелей жанына орналастырамыз. Екінші жақтағы бауды да дәл солай етіп қыстырып аламыз. Енді осының бауымыздың өзін ғана жеке негізгі матаға біріктіріп тігіп шығамыз. Әрбір баудың жиегін тіккенде шет-шетінің барлығына бекітпе тігіс беріп отырыңыздар. Енді қыстырған инелеріміздің барлығын алып тастаймыз. Ендігі кезекте фурнитураны орналастыру қалды. Ол фурнитураны орналастыру үшін осындай деталь 10 немесе 11 сантиметрлік лента кесіп аламыз, немесе осылай тігіп аламыз. Дәл фурнитураның ортасынан өткіземіз. Осы фурнитураның әртүрлі түрлері бар. Мен осы бір өзіме тапқан
фурнитурамды пайдаландым. Дәл ортасына қойып, қалай ыңғайлы, солай көріп аламыз. Өте қалың болғандықтан, осы ең қалың жерлерді тігу кішкене күрделірек болады. Сол себепті машинаға кішкене қолмен көмек беріп отырамыз. Бірінші қатарын тігіп болғаннан кейін, екінші қатар тағы да тігіп шығамыз. Тігісіміз мықты болып тұру үшін. Міне артық жіптерін барлығын кесіп тастаймыз. Дәл осы мен қадаған әдіспен қадасаңыздар болады. Екінші жағында дәл осы әдіспен тігіп шығамыз. Міне дайын болды екі жағы да. Бір-бірімен салыстырып, өлшеп көріп аламыз. Енді артқы бөлігіміз толығымен дайын болды. Міне алдыңғы бөлігі енді тек қана айналдыра қосып шығу ғана қалды.